Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Динараның асханасы. Бүгін сіздермен бірге творожный чизкейк дайындайтын боламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне ерітілген маргаринімізді құямыз. Аздап тағы да араластырып, үстіне бір қасық көп ыстық қосып, жақсы бір араластырып, үстіне ұнымыздың аздап бөлігін қосатын боламыз. Осылай тағы да бір араластырып жібереміз. Ұнымыздың қалған бөлігін қосып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды аздап тындыруға береміз. Формамызды осылай дайындап аламыз. Менде формам 20 диаметрлік форма. Осылай қамырымызды кружтарды қылып жайып шығатын боламыз қолымыздың көмегіменен. Осылай айландырып, бір тегіс әдемде формамызды келтіріп шығамыз. Формамызды келтіріп болғанымыздан кейін ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, қант қосып, аздап ағарғанша араластыратын боламыз. Осылай ағарып, көпіргеннен кейін аздап көпіреді. Одан кейін үстіне қаймағымызды қосатын боламыз. Қаймақ менде 100 грамм. Міндетті түрде описанияға граммдарын қалдыратын боламын. Енді миксерімізден алып, осы ыдысымыз үстіне немесе басқа ыдысқа салсаңыз болады, творогымызды салып, блендерден өткізетін боламыз. Сізде блендер болмаса, венчиктің көмегіменен араластырсаңыз да болады. Бастысы ішінде түйіршік қалмауы керек. Мінекей осылай қараймыз, ішінде түйіршіктер жоқ. Осылай араластырып, алдын ала дайындап қойған формамызды ішіне құятын боламыз. Осы барыста духовкаңызды қыздырып қойсаңыз болады. 170 градуста 1 сағатқа қоятын боламыз. Мінекей осылай салмамызды дайындап қойған қамырымыздың ішіне құятын боламыз. Осылай құйғанымыздан кейін формамызды айландырып, жайлап бұрғыштап, қатты ұрып жібермеңіздер. Осылай жайлап салмамыз не істеу үшін. Осылай мінекей дайын болып пісті. Мен піскеннен кейін аздап суығаннан кейін алдым. Өте дәмді, әрі жақсы болып пісіп шықты. Мен өзім бетін қызартып ұнады. Егер сізге видео ұнаған болса, видеоны лайк басып, маған тіркелмеген болсаңыз төменде подписаться деген бөлімін подписаться басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде басқаша рецептермен бөлісемін. Рахмет.